Қысқа аяқтары бар мысық тұқымы манчикин деп аталады, және олар өте сүйкімді. Сонында олардың қанша тұратынын айтамын. Айтпақшы, олардың қысқа аяқтары кездейсоқ мутациялардың нәтижесі, селективті өсіру емес. Алғашқы ресми манчикин Америка құрама штаттарында 1983 жылы қарапайым үй мысығы қысқа аяқтары бар мысықтарды дүниеге әкелген кезде пайда болды. Ғалымдар бұл адамдардағы ергежейлікке ұқсас табиғи гендік мутация екенін растады, бірақ мысықтарда ол ауырсынуды немесе қозғалыс шектеулерін тудырмайды. Манчикиндер өте көпшіл, адамдарға тез бауыр басып кетеді. Олардың қасында отырып бақылауды жақсы көреді, балаларды жақсы көреді және басқа жануарлармен жақсы тіл табысады. Олар диванда жата беретін мысықтар емес. Олар үлкен жүректері бар кішкентай зерттеушілерге көбірек ұқсайды. Олар көбінесе артқы аяқтарында тік отырады, құйрықтарына сүйеніп, сурикаттар сияқты. Олар жаңа нәрсеге қызығушылық танытқанда немесе дыбыстарды тыңдағанда, оларды кейде сурикат мысықтары деп атайды. Бұл атау Оз сиқыршысы кейіпкерлерінен шыққан. Кішкентай адамдар Оз жерінің тұрғандары манчикиндер деп атаған. Бұл кішкентай тіршілік иелерінің бағасы 400 000 теңгеге дейін жетеді.